Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Баршаларыңызға Қарағандыдан сәлем. Бүгін әңгімеміз тағы да күркетауық балапандары жайлы болмақ. Арнамыздан алыстамаңыздар, сәлден кейін бастаймыз. Қазір мен сіздерге өзімнің күркетауықтарымды қалай тамақтандыратын жайлы айтып беремін. Міне біздің жем қоймасы. Енді бұл күркетауықтарға беретін жем былай есептеледі. Кебектен өскен сайын жемді көп жейді, сондықтан кебек қосып жатырмыз. Кебектен 4 кесе саламыз. Кебектен 4 кесе. Сосын мұнда сүйектен жасалған ұнтақ бар. Мясокосная мука дейді. Бәтейінде қапты бұдан. Енді кішкене дәмдегіш болсын деп, аз да болса витамин болсын деп жарты кесе қосамыз. Одан кейін отход, зерноотход деген жарма жем ғой. Содан 2 кесе сұлы қосылған, шошқалардың комбикормы, витамин қосылған. Содан 2 кесе. Және несушкаларға арналған ол жерде. Және де көптеген витаминдердің қоспасы бар. Кукуруза бар, горох бар. Сосын шамамен 10-11 кесенің көлемінде жем жейді қазір 40 күркетауыққа. Мінекей келдік. Қазір ашқарақтарды шақырамыз. Көт. Келе жатыран. Мінекей. Осы біздің шаруашылық. Шамамен енді біздің күркетауықтар жайлы осы. Қазір күркетауықтарымыз 3 айға толды. Бұдан былай енді сүзбені сәл азайтамыз. Ауға оқып беріп тұрам, ортасына 1 рет, 2 рет. Бүгіннен бастап 6 күн чиктоник қосатын боламыз суларына. Денсаулықтары жақсы болу үшін. Осы күнге дейін 1 ретте бұларға антибиотик берілген жоқ. Тек таза табиғи жеммен көтеріп жатырмыз. Енді жылдың соңында сіздерге қанша ақша жұмсалды, қанша ақша жасай алдық бұлардан, ақша өндіре алдық. Сол туралы кішігірім есебімізді ұсынатын боламыз. Оған дейін біздің каналдан алыстамай бірге болыңыздар. Жалпы бұл күркетауықтармен жасалатын бизнес тиімді ма, тиімсіз ба, осы туралы ақпарат беретін боламыз. Қош, сау болыңыздар.